Әлсіздікті жойып, иммунитетті көтеретін дәл осы витамин салатты жасауға кеңес беремін. Бір жағынан үйіңізге қонақ келген жағдайда да қонақ дастарханыңызға ұялмай қоятын салаттың бірі. 3 ыдысқа салуға 2 апельсин жеткілікті. Барлығын осылай турап дайындап аламыз. Қызылшамызды да пісіріп алғаннан кейін дөңгелектеп тураймыз. Сосын осылай бірдей көлемде кесіп, арасына творожный сырды тегістеп жағып алғаннан кейін дәл осылай жауып қоямыз. Жолдасымның ең сүйікті салаты деп айтсам болады. Сонымен қатар бұл салатқа рукола жапырағы мен арой соусы да керек болады. Дәміне қарай руколамызды үстіне құйып, жақсылап араластырамыз. Енді ыдысымызға орналастырамыз. Ортасына жапырағын, жан-жағына апельсин мен қызылшамызды әдемілеп қойып шығамыз. Ең соңғы бетіне осындай кедровый орехты шашып қойыңыздар. Әдемі, бір жағынан дәмді болып шығады. Дастарханның сәнін ашатын бұл салат сіздерге де пайдалы болады деген ойдамын. Сондықтан парақшама тіркеліп, лайк басып, иммунитеті төмен досыңызға жіберіп қойыңыз.